Экзоскелет арнайы пернетақтамен шыны талшықты протез. Павлодарда өткен өнертапқыштар марафонында кембағал жандарға арналған осындай бірегей құрылғылар таныстырылды. 2 күн бойында облыс орталығында Қазақстанның ең үздік мейкерлері мүмкіндігі шектеулі жандардың тұрмысын жақсартуға арналған түрлі жобаларды таныстырды. ТМД елдері бойынша тұңғыш рет өткізіліп отырған том қазақстандық мейкатонына арнамыздың тілшісі де қатысып, үздік жобалармен танысып қайтты. Аяқ-қолынан айырылған адам қалған өмірін амалсыздан протезбен өткізеді. Алайда салмағы зілдей құрылғының нарықтағы бағасы да удай қымбат. Айгөркем Кәрім жақсылық осы олқылықты ескеріп, кембағал жандар үшін заманауи протез ойлап тапты. Шыны талшықтарынан жасалатын құрылғының салмағы жеңіл, құны қолжетімді. Сол кемшіліктерден айырылту үшін біз өзіміз сіздің өз прототипін жасадық. Бұл прототип, яғни материалдар өте жеңіл, жай ғана темірдің орнына біз алюминийді қолдандық. Қазіргі кезде біздің прототиптің салмағы 2 килограмм аспайды. Және де оның табаны ол ыңғайлы. Том Қазақстан мейкатонына қатысып отырған өнертапқыштардың тағы бір қызықты жобасы арнайы шкаф. Арбада отырған адамның қолы биікке жетпейтіндіктен бұл шкафтың тартпалары арнайы механизммен жоғары төмен көтеріліп тұрады. Шкаф называется вертикальный лифтовой шкаф. То есть он вертикально подает наподобие лифта, подает полки, в которых может лежать все что угодно. Высота шкафа не ограничена, ширина шкафа также не ограничена. Том Қазақстан мейкатонында экзоскелет, арнайы пернетақта сияқты өзге де жобалар таныстырылды. Жалпы мейкатонның талап шарты бойынша өнертапқыштар әуелі мүмкіндігі шектеулі адаммен кездесіп, оның күнделікті өмірде қандай қиындықтармен кез болатынын зерттейді. Қажетті құрылғыны жасауға кембағал жандардың өздері де қатысып, оны сынақтан өткізеді. В этом году проводится мейкатон в Казахстане. Мейкатон Том впервые проводится на территории СНГ и проводится он в Казахстане в Павлодарском государственном университете имени Тарайгырова. У нас 7 команд. Это команды со всего Казахстана, с 8 городов, представители 10 вузов страны. Том Қазақстан мейкатонының қорытындысы бойынша экзоскелет жобасы бірінші орын жеңімпаз атанды. Үздік 3 жобаның авторы Ресейде тағылымдамадан өтіп, әлеуметтік кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгереді. Сондай-ақ оларға қаржылық қолдау көрсетілмек, ал шараға қатысқан мүмкіндігі шектеулі жандарға демалыс орындарына жолдама берілмек. Мейкатон шарасы елімізде Қазақстан Республикасындағы Тель-Авив университеті достарының қолдауымен өткізілді. Қуандық Танабас, Анатолий Классин, Ертіс Информ.